Сәлеметсіздер, мен Жақия Шайхисов атындағы орта мектебінің 8-ші сынып оқушысы Жанбеков Ақбота. Біздің мақсат жас ұрпақты ұлттық рухы жоғары, өз отанының, туған жерін сүйетін азамат тәрбиелеу, қоршаған ортаға деген сүйіспеншілігін арттыру. Жақия охранары жасағының жұмыстары: білім, достық, ұлттық мүдде, талап. Жақия охранары жасағына 12 мүше кіреді. Жақия охранары жасағы зерттеу жобалары, олимпиада үздіктері және тарихи өлкетану мұражайы. Біздің зерттеген тарихи тұлғамыз хан Қисық. Мақсаты 19 ғасырдың орта тұсында танымал болған Қисық Тезекұлының тұлғасын тану, ол туралы деректерді жинау, оларды зерттеу объектісі етіп қарастыру арқылы өңірімізде аға сұлтандар билігінің маңызды қызмет атқарғандығына көз жеткізу. Міндеттері: Қисық Тезекұлының өмірі, еңбек жолы туралы мәліметтерді нақтылау, Қисық Тезекұлының ел басқару ісіндегі орнын анықтау. Хан Қисық 1790 жылы дүниеге келген, 1867 жылы дүниеден өтті. Көкпекті округы 1844 жылы. Қисық Тезекұлының 1847 жылы келесі 3 жылдық мерзімге аға сұлтандық билікке сайлану туралы құжат. Қисық Тезекұлының 1849 жылы құжатқа басқан мөрі. Мен Қисық Тезекұлы туралы аудандық кітапханадан деректерді жинастырдым. Сонымен қатар Қайрат Қапаевпен бірге мәліметтерді қарастырған болатынбыз. Және де Қисық Тезекұлының мүсінін жасады. Әлхей Марғұлан факультетінің тарихшысы Серікболсын ағадан Қисық Тезекұлы туралы деректерді алдым. Қисықтың өсиеті бойынша қазақи дәстүрмен кенже мұрындардың жайлау жеріне тиесілі, өзінің ұзақ жылдар басқарған Көкпекті Аягөз округы шекара қиылысындағы Бейсемас тауы етегіне жерленген болады. Штаб капитан Қисық Тезекұлына Көкпекті округын басқару туралы берілген құжат. 1855 жылы 27 тамыз диплом. Қорытынды: 19 ғасырдың орта тұсында өлкемізде танымал болған Қисық Тезекұлының тұлғасын таныстыру мақсатында өлкемізде деректерді жинастырдық. Өңірімізде аға сұлтандар билігінің маңызды қызмет атқарғандығына көз жеткіздік.